Қайырлы күн құрметті оқушылар, бұл бізде 70 күнде 140 есеп жобамыздың 9-шы күні. Бүгін біз органикалық химиядан бір есеп шығаратын боламыз. Массасы 41,8 грамм фенолдың дейді. Этанолдағы ерітіндісін артық мөлшердегі натриймен өңдегенде 7,84 литр қалыпты жағдайда сутек газы түзілген дейді. Ерітіндідегі фенолдың массалық үлесі. Бір қарағанда және ерітіндінің есебі сияқты, бірақ бұл жерде қараңыздар, фенолдың этанолдағы ерітіндісі дейді. Артық мөлшердегі натрий дейді. Демек, бұл жерде натрий тек қана фенолмен емес, ол этанолмен де химиялық реакция жүреді. Онда біз бірінші сутектің зат мөлшерін табудан бастайық. Бұл жерде параллельді реакция жүреді. Онда зат мөлшері сутекті табу үшін біз көлемді малярлық көлемге бөлеміз. Онда 7,84 литрді бөлеміз 22,4 литр бөлінген моль. Осыдан шығады 0,35 моль. Бұл сутектің жалпы зат мөлшері. Енді біз фенолдың зат мөлшерін, жалпы фенолдың зат мөлшерін X деп белгілейік. Зат мөлшері С6H5OH-ты біз X деп белгілейік. Ал енді бастапқы қоспадағы этанолдың зат мөлшері С2H5OH-ты біз Y деп белгілейік. Енді олардың малярлық массаларын білесіздер. Мына жерде фенолдың малярлық массасы бізде 96H5OH 94. Егер малярлық масса деп жасақ, грамм моль. Ал малярлық масса бізде С2H5OH ол 46 грамм моль. 46 грамм моль. Енді масса дегенде, мына екеуінің жаңа масса деп отырғанымыз формуламыз мынандай. Масса тең ол зат мөлшері көбейтілген малярлық масса деп. Енді зат мөлшері фенолдың X малярлық массасы 94 болса, онда оның массасы 94X. Ал енді этанолдың зат мөлшері бізде Y малярлық массасы 46, онда оның массасы 46Y. Өйткені мына зат мөлшері малярлық массасына көбейткенде масса шығады. Енді екеуінің жалпы массасының қосындысы қанша? 41,8 грамм. 41,8 грамм. Болды, бұл бізде бір теңдеу дайын. Ал енді екінші теңдеуді біз химиялық реакциядан аламыз. Ол химиялық реакцияларымыз қандай? С2H5OH, мына жерде С6H5-тен бастайын, фенолдан 2 плюс 2 натрий түзіледі. 2 натрий фенолияты С6H5O натрий және сутек газ. Осындай реакция жүретін еді. Енді мынау X моль болса, қараңыздар, 2 моль фенолдан 1 моль сутек алуға болады. 2 моль фенолдан 1 моль, яғни жартысындай. Егер бізде фенолымыз X моль болса, онда X-тің жартысы, ол 1X деген сөз ғой. 0,5X. 0,5X. Дәл осылай этанолмен де жазамыз. С2H5OH, бұл жерде коэффициенттерде бірде 2, плюс 2 натрий, түзіледі 2 этилат, натрий этилаты, С2H5O натрий, плюс сутек газ. Мына жерде 2. Енді қараңыздар, мынау Y моль, дәл жаңағы фенолдағыдай жағдай, 2 моль этанолдан 1 моль сутек алынады. Онда Y моль этанолдан, оның жартысы 0,5 Y моль сутек алынады. Енді сіздер білесіздер, мына сутектердің жалпы зат мөлшері ең басында біз таптық 0,35 моль. Онда мына жерге жазып қойын. X плюс 0,5X плюс 0,5Y. Мына сутектердің жалпы зат мөлшерлерінің қосындысы тең 0,35-ке. 0,35-ке. Болды, бұл бізде екінші теңдеу. Енді біз жүйе арқылы бұл есептің шешімін табу керекпіз. Ол жүйеміз қандай болады? Бірінші теңдеу бізде 94X плюс 46Y тең 41,8 болған. Ал енді екінші теңдеуіміз 0,5X плюс 0,5Y тең 0,35. Енді қараңыздар, 0,35. Бізге мына жерде X пен Y бір белгісізді жою керекпіз, бірақ бізге фенолдың массалық үлесі керек. X бізге керек, онда Y-ті жояйық. Y-ті жою үшін мына 0,5-ті қаншаға көбейткенде 46 шығады дегенді ойлау керекпіз. Гаусс әдісі бойынша. Онда бізде 0,5-ті біз 92-ге көбейту керекпіз. 92-нің жартысы 46 ғой. Сондықтан 92-ге көбейттік. Онда бірінші теңдеуден ештеңе өзгермейді. 94X 46Y тең 41,8 ол қала береді. Екінші теңдеуден 0,5-ті 92-ге көбейтсек 46X, 0,5-ті 92-ге көбейтеміз 46Y, 0,35-ті 92-ге көбейтеміз 32-де 2. Енді мына теңдеуді азайсақ.
94-тен 46-ны азайтсақ, бұл бізде 48 қалады. 48 екісі мына 46 мен 46 қысқарып кетеді. 41-де 8-ден 32-де 2-ні азайтсақ, онда бұл 9-да 6 қалады. 9-да 6. Енді екісі табу үшін ол 9-да 6-ны бөлеміз 48-ге 0,2 моль шықты. 0,2 моль ол ненің зат мөлшер? Ол әрине фенолдың зат мөлшер. Бұл S6H5OH-ның зат мөлшер. Онда оның массасын табамыз. Масса S6H5OH-ымыз 0,2-ні зат мөлшерін көбейтеміз малярдық масса ғой. 0,2-ні көбейтеміз 94-ге. Онда 18-де 8 грамм шығады. 18-де 8 грамм. Онда бізде ең соңында сұраған фенолдың массалық үлесі. Онда омега S6H5OH-ды табу үшін 18-де 8 грамм оның массасы бөлеміз 41-де 8 граммға. 41-де 8 грамм көбейтеміз 100%. Енді осыдан жоқтағанда жоқтап 45% шығады. Енді 44-те 976 ма 976 сондай шығады ғой деймін. Но бірақ жоқтап біз енді оны 45 деп алсақ болады. Жауап С. Так, енді сіздерге дәл осыған ұқсайтын есеп. Бұл жерде сонда сіздер жүйе арқылы шығаруға болады бұл есепті. Дәл осыған ұқсайтын есеп не? 41-де 3 грамм фенолдың метанолдағы ерітіндісі, мына жерде метанол. Оны білесіздер, SH3OH. Артық мөлшердегі кальций мен, мына жерде металымыз кальций, өңдегенде 11-де 2 литр сутек газ түзілген дейді. Ерітіндідегі фенолдың массалық үлесі. Дәл жаңағында есепін берілген тек қана метал кальций бізде и метанол. Болды. Бұл есепті өздеріңіз шығарып көріңіздер. Ертең кездескенше аман сау болыңыздар.